Сәлем қыздар, бүгін біз вупи пай тортын жасаймыз. Өте жеңіл рецепт және өте дәмді шығады. Қазір жаз мезгілінде міндетті түрде жасап алыңыздар, себебі жеміс-жидектің түрі бар. Бұл жерде кез келген жеміс-жидекті қолдансаңыз болады. Ал кеттік. Ең бірінші 300 грамм ұн және 80 грамм какао және қопсытпа, яғни разрыхлительді араластырамыз. Келесі 170 грамм сары майды, өте жұмсақ, және 250 грамм қантты араластырамыз. 4-5 минут араластырамыз. Келесі 2 жұмыртқаны кезектен саламыз. Бір жұмыртқаны 1-2 минут араластыру қажет. Ал енді 170 грамм сүтті және ұнды кезектен араластырып салып отыруға қажет. Яғни бірінші сүт, одан кейін ұн, келесіде тағы да қайталау қажет. Барлығын бірден салып жібермеңіз, себебі дұрыс араластырылмайды және де көтерілмей қалады. Міндетті түрде кезектен салып отыру қажет. Міне қамыр осындай болып шығу керек, өте сұйық та емес және қою да емес. Менде форма біреу ғана болғандықтан мен 5 пергаменттік қағазды кесіп, осы пергаменттік қағаздарға форманың түрін келтіремін. Әр формаға 5-6 қасық қамыр құйып, оны жаямын. Менің пешімде 180 градуста 10-12 минутта піседі. Міндетті түрде қарап отырыңыз, өте тез піседі. Ал енді кремге көшетін болсақ, 33% клейкей, тоңазытқышта тұрған міндетті түрде суық болу қажет. Клейкей қоюланғаннан кейін 100 грамм қант пудрасын қостым. Клейкей қоюланады. Енді оған біз творожный сыр қосамыз. Мен 200 грамм қостым. Крем дайын, яғни міне осындай болып шықты. Бұл кез келген формаға келтіруге болатын крем.
менде коржықтардың барлығы пісіп шықты. Енді осы коржықтарды өзіңіз еркіңіз бойынша безендірсеңіз болады. Міне осындай өте жеңіл және өте дәмді өбе-бай пісірдім. Міндетті түрде сіз де жасап көріңіз. Астарыңыз дәмді болсын.